Ғасырда ғасырлар, біртуар бұлар асылдар. Ер мінезді ханапа, батырдан туған батыл бар. Әр сөзінді еске алсақ, дәрия теңіз ақыл бар. Армысыздар қадірменді қауым. Бүгінгі кездесуіміз ұлағатты ұстаз, әйгілі педагог Қанипа Омарқалиқызы Бітібаеваның өмірі мен шығармашылығына арналады. Қазақтың Қанипасы, дәуірдің дара ұстазы, бүгінде баршамызға үлгі өнеге болып отырған Қанипа Омарқалиқызы 1945 жылы Шығыс Қазақстан облысы Тарбағатай ауданы Комсомол ауылында көп балалы отбасында дүниеге келген. Әкесі қайтар алдында балаларын жинап Қанипаға: "Айналайын, Қанеке, тұла бойы тұңғышым, мына бауырларымды өзіне аманат етемін" деген екен. Ата-анасынан ерте айырылған Қанипа өзінің еңбегі мен табандылығының арқасында бауырларына білім беріп тәрбиелейді. Өнерге құштар жас маман мектепте Жас қалам атты әдеби драма үйірмесін, ауылда кіші театр ашады. Аудандық, облыстық байқауларға қатысып, жүлделі орындарға ие болады. Еңбектегі жетістіктері үшін Қазақ СССР халық ағарту ісінің үздігі атанады. Ауданда әдістемелік кабинет жабдықтайды. Қанипа Бітібаева іс тәжірибесін Білім және ғылым министрлігі 3 бөлімді бейнефильм арқылы таратты. Ұстаз еңбегі елімізде жоғары бағаланады. Қанипа Омарқалиқызы құрмет орденінің, Крупская медалінің, Ыбырай Алтынсарин төсбелгісінің иегері сынды марапаттары көп. 2013 жылы "Егіз өрім" атты педагогикалық эсселер жинағы жарыққа шығады. Бұл оның соңғы еңбегі болатын. Осы шығармада Қанипа апамыздың мына сөздері маған қатты әсер етті. "Танымды да мектепте, түнімді де мектеп деп жүргенімде 45 жылдың қалай өткенін білмей де қалдым. 45 минуттан 45 минутқа жалғасқан ғұмыр кешіппін. Осы 45 минуттарда өмірімнің ең сәулелі, ең бақытты шақтары жатыр. Мен ұстаз тағдыр, ұстаз ғұмырда, қолынан келсе кеуденде шырақ жандыр" деген Ахмет Яссауи нақылын ұстаным етемін. Ұлы ұстаз 2014 жылы 9 қыркүйекте дүниеден өтеді. Дүниеден өткеннен кейін тұлғаның екінші өмірі Қанипатану басталады. Қай заманда болсын ұстаздарға деген құрмет жоғары болған. Осы тұста Қанипа апамыздың "Мен бала махаббатынан, оқушы сүйіспеншілігінен артық бақыт, қуаныш сезінбедім" деген мейірімге толы сөздері есіме келеді. Егер еліміздегі барлық мұғалім Қанипадай оқытса, қазақ тілінің болашағына күмән келтіруге болмас, деген Заки Ахметов. Хан апамыздың өмірі мен еңбегі жас ұрпақ үшін үлкен мақтаныш, үлгі өнеге.